Ерте заманда бір жолбарыс бір тоғайдың қалың бадалында ұйықтап жатыр еді. Үстіменен бір тышқан жорғалап жүріп бара жатқанын сезіп, ұйқысынан оянып қараса, тышқан екен. Ұстап алады да тышқанды қысып өлтіретін болып еді. Тышқан: «Я, тақсыр, арызым бар. Мені өлтірмеңіз, бір күнәмді кешіріңіз. Білмеген екенмін, тірі жүрсем мен де бір қызметіңізге жарармын», деп арызын айтты. Жолбарыс күліп тұрып: «Мен жолбарыс, сен тышқансың. Қылжыңың мынау, сен маған қызметке жарамайсың», деп тышқанды қоя береді. Тышқан бақыр қуанып жүгіріп ойнап кете берді. Күндерде бір күн жолбарыс жортып жүріп, аяғынан аспа-тұсаққа түсіп шарқ ұрып жылай береді. Тышқан келіп қараса, баяғы өзінің досы жолбарыс екен. Қасына келіп қарап тұрды. Жолбарыс тышқанға қарап: «Лажың бар ма бұған қылар?» деп тышқаннан көмек сұрайды. Тышқан тұра жүгіріп келіп тұзақты қажап қиып кеп жібереді. Жолбарыс тышқан досына қиын күнде іске жараған соң разы болып: «Рахмет, досым», деп қуанып ажалдан айырғаны шат болды. Осындай себептер бір-біреудің арасынан өтпей қалған емес. Тарихта халық аузына ортақ мынадай мақал бар: ханның ісі қараға түсер, батырдың ісі балаға түсер, байдың ісі кедейге түсер, жолбарыстың ісі тышқанға түсер, ердің ісі баз бабында дұшпанға түсер.